Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Ерлі-зайыптылар ешқандай қорғанусыз, жүктілікті болдырмайтын гормонал дәрілерді қолданбай, 1 жыл көлемінде тұрақты жыныстық қатынасқа түссе, бірақ бала болмаса, онда бұл диагнозды медицинада бедеулік деп атайды. Өкініштісі, осы дерттен зардап шегетін ерлі-зайыптылар алдымен халық емшілерін, әулие-әмбелерді аралап, нәтиже болмағанда ғана дәрігерге келеді. Ерлердің бедеулігі қоғамда ашық талқыланбайды. Ер азамат кінәні өзінен іздемейді. Әдетте мұндай проблеманың соңы олардың дәрігерге қаралуымен емес, көбінесе ерлі-зайыптылардың ажырасуымен аяқталып жатады. Бірақ әйелдің бала көтере алмауы еркекке де байланысты екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан әйелмен бірге ер азаматта бір уақытта дәрігерге қаралуы қажет. Ерлерге уролог-андролог, ал әйелдерге гинеколог көмектеседі. Кеселге не себеп болады? Еркек бедеулігінің себебі әртүрлі. Ер адам жас күнінде қорғанбаған жыныстық қатынасқа түсіп, ауру жұқтырса, ұрық жүретін түтікшелерде қабыну процесі болады. Салдарынан простатит, уретрит, везикулит, эпидидимит деген аурулар пайда болады. Осы аурулардың барлығы еркек ұрығының сапасын төмендетіп, белсіздікке алып келеді. Әсіресе простатит, қоғасты безінің қабынуы, ауруы ұрықтандыруға кері әсерін тигізеді. Өйткені ұрық қоғасты безі арқылы өтеді. Сол кезде қоғасты безі ұрыққа сөл бөліп, оны сыртқы зиянды факторлардан қорғайды. Бұл сөл ұрықтың сапасын жақсартып, жылдамдығын күшейтеді. Негізі әйелдің жатыры өте қышқылды орта. Жатырға ұрық түскенде көбіне жойылып кетеді. Ал қоғасты безі бөлінетін сөл ұрықты қорғап, аналық безге жеткізуге ықпал етеді. Қазір урогенитал инфекциялар, яғни жыныс жолымен берілетін аурулар өршіп тұр. Хламидия, гонокок, уреплазма, цитоплазма, цитомегаловирус, герпес деген вирустар бар. Ұрықтың өзі адам сияқты қозғалады. Ол да бас, дене және құйрықтан тұрады. Соңғы 2 вирус ұрыққа енсе, оның құйрығынан басына дейін жетіп, сапасы мен белсенділігін төмендетеді. Қазір бұл вирус еркектердің 92%-ында кездеседі, және ол толығымен кетпейді. Бедеуліктің тағы бір себебі гипоганадизм дерті. Гипоганадизм гормондардың бұзылуынан болады. Бұл ауру көбіне бала туа сала пайда болады. Сондықтан педиатр дәрігер баланың аталық безінің дамуын қадағалауы керек. Крипторхизм де бала кезден пайда болатын аурудың бірі. Ананың құрсағында бала пайда болған кезден бастап, оның аталық безі дамиды. Баланың аталық безінің ұмаға түспей қалуын крипторхизм деп атайды. Бұл процесс баланың құрсақтағы 6 айлығынан туғаннан кейінгі 6 аптаға дейін болуы керек. Егер балаға жүкті кезінде анасы тұмаумен, қызамықпен немесе венерологиялық аурумен ауырса, және жүкті әйелдерге қабылдауға болмайтын препаратты ішкеннен пайда болады. Уақыт созбай бала 2 жасқа толғанша операция жасап қалпына келтіру керек. Әйтпесе арты бедеулікке ұласуы мүмкін. Бала күнінде ұмашап жарығы, яғни грыжа, қант диабеті, эпидемиялық жемсау сияқты аурумен ауырса, ол да әсер етеді. Еркекте тестостерон, сары дене гормоны, ЛГ, және фолликул жандандырушы гормон, ФСГ болады. Осы гормондар мидағы гипоталамус, гипофиз жүйесі арқылы ұрықтың бөлінуіне тікелей әсер етеді. Бұл гормондар керекті мөлшерде бөлінбесе, еркектің ұрықтандыру қасиеті төмендейді. Еркектің әйелге деген құмарлығы, либидо азайса, онда еркекте сперматогенез процесі де бәсеңдейді. Ұрық сапасы неден нашарлауы мүмкін? Монша мен саунаға жиі түсетін ерлерде ұрықтың сапасы төмендейді. Өйткені жоғары температурада ұрық өледі. Үнемі химиялық заттармен, бояу, жанармай, тағы да басқа және радиацияның ортасында жұмыс істейтін ер адамдарда бедеулік кездесуі мүмкін. Әсіресе әскери адамдарда жиі кездеседі. Өйткені олар қару-жарақтың радиацияның ортасында жұмыс істейді. Темекі, алкоголь, есірткіні шектен тыс қолданатындарда да бедеулік кездеседі. Неге десеңіз, никотиннің кез келген түрі ұрықты әлсіретеді. Сыра еркектік гормонды төмендетіп, бедеулікке алып келеді.
Ол еркектік репродукцияға да кері әсер етіп, әйелдік гормонды өсіреді. Еркекте әйел гормоны көбейсе, сүт безі өседі және ол салбырап кетеді. Белінің майы шыға бастайды. Бұл ағзада әйелдік гормонның көбеюін білдіреді. Аз қозғалатын, семіз еркектерде бедеулік кездеседі. Ер адам семірген сайын тестостерон төмендейді. Әрбір артық майда ароматаза деген фермент болады. Осы фермент еркектік гормонды, тестостерон, әйелдік гормонға, эстрадиолға ауыстырады. Ағзада D витамині төмендесе, тікелей репродукцияға әсер етеді. Ол кезде адамның ұрықтандыру қасиеті төмендеп, әйелге деген құмарлығы болмайды. D витамині күн сәулесі арқылы беріледі. Күннің астында көбірек жүріп, қыздырынса, ағзада D витамині еріп, тек репродукцияға емес, метаболизм, зат алмасу процесіне жақсы әсерін береді. Антибиотиктерді тұмауға, суықтауға, қабынуға қарсы дәрілерде ұрықтың сапасын төмендетеді. Профилактика, дәрігердің ерлерге кеңесі. Жыныс жүйесі ауруларын емдейтін дәрігерге жылына кем дегенде 1 рет қаралып тұру қажет. Жергілікті емхана арқылы тегін қаралуға болады. Салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысып, таза ауада көбірек серуендеңіз. Тұрақты жыныстық қатынаста болу керек. Адам тұрақты жыныстық қатынасқа түспесе, бұл да ауруға себеп болуы мүмкін. Аптасына кемінде 2 рет жыныстық қатынасқа түскен дұрыс. Ұрық уақытылы сыртқа шығып тұрмаса, қуғасында іркіліс болады. Қуғасты безі қабынып, простатит ауруы пайда болады. Оның соңы бедеулікке ұрындыруы мүмкін. Ішімдік, темекі, есірткі сияқты зиян заттардан аулақ болыңыз. Дәрі-дәрмекті аз пайдаланыңыз. Сұйық тамақты, газсыз, таза суды көбірек ішіңіз. Кей еркектер қыз туатыны үшін әйелін кінәлап жатады. Бірақ болашақ баланың жынысы еркектің ұрығына байланысты. Өйткені әйелде XX, еркекте XY хромосомалары болады. Еркектің ұрығы арқылы аналық безге Y хромосомасы түссе, онда әйел ұл, ал X хромосомасы түссе, қыз бала көтереді.